Сәлеметсіздер ме? 4-ші сабақ. Шеруге шығамыз. Сабақтың мақсаты жаңа сөздермен танысу, тірек сөз сурет бойынша баяндау. Бүгінгі сабағымызда 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні туралы айтамыз. Сегодня, ребята, мы с вами поговорим на тему праздника 1 мая, День единства народов Казахстана. Также познакомимся с словами 1 мамыр құтты болсын, шеру, что они означают. Жаңа сөздер: бірлік, единство, шеру, парад, алаң, площадь, өмір сүру, жить, мерекелейді, празднует, празднуют, өткіз, проводи. Мәтінді түсініп оқы. 1 мамыр бірлік пен достық күні. 1 мая День единства и дружбы. Бұл күнді барлық адам мерекелейді. Этот день празднуют все люди. Бірлік болса, адамдар жақсы өмір сүреді. Если будет единство, люди будут жить хорошо. Мерекеде алаңда шеру өткізеді. На празднике на площади устраивают парад. Адамдар ән салады, би билейді. Люди поют песни и танцуют. Адамдар бір-біріне 1 мамыр құтты болсын, бірлік күні құтты болсын дейді. Люди в этот день используют при поздравлении слова: 1 мамыр құтты болсын, с днем 1 мая поздравляю. Бірлік күні құтты болсын, с днем единства поздравляю. Бірлік мерекесінде халық не істейді? Сурет бойынша сұраққа жауап береміз. Что делают люди на праздник единства? Шахмат ойнайды, домбыра тартып ән айтады, би билейді. Дұрыс жауабы: бірлік мерекесінде халық ән айтып, би билейді.